Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, құрметті әріптестер. Ислам діні ең таза дін атты әңгімемізді назарларыңызға ұсынамыз. Біздің еліміз әлемдік дәстүрлі діндер, ислам мен христианның тоғысқан жері. Қазақ халқы діни көзқарасы айқын, мәдениеті жоғары, имани түсінігі мол ұлттардың қатарына жатады. Алдағы уақытта осы дәстүрді, тарихи мұраны дамытып, өркендете беруіміз керек. Себебі дін жоғалтуға болмайтын рухани асыл мұра. Дін де мемлекеттің мүддесін қолдайды. Мақсаты қазақ елін әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосуға өз үлестерін қосу. Мұсылман әлемі мен мәдениеті өте ежелгі әрі қызықты тарихи оқиғалардан құралған. Ислам діні әлемдік діндер ішіндегі ең кең тараған қасиетті дін. Ол араб түбегінде 7 ғасырда пайда болды. Ислам дінінің негізін салған Мұхаммед ибн Абдулла ибн Әбді Мүтәліп ибн Хашим. Мұхаммед пайғамбар Меккеде 13 жыл, Мединеде 15 жыл араб халқын ислам дініне үгіттеген. Діни ұғым бойынша Алла бар, ол біреу және бәрі соның қолында. Алладан басқа табиғат құбылыстарына, қолдан жасаған мүсіндерге, рухтарға табынуға, сыйынуға болмайды. Алла тарапынан білдірген әмір, міндет және тыйымдардың жиынтығын дін деп атайды. Дін үлкен ғылым. Ислам діні қоғамға және ізгі адам баласын адамгершілікке баулуға қызмет етеді. Ислам діні адамның тән тазалығы мен қатар ішкі жан дүниесінде таза ұстауға көмектеседі. Өзін мұсылман санайтын адам баласы 5 парызды ұстануы керек. Біріншісі, Аллаға сеніп, Мұхаммедтің үмбеті екенін мойындау, дәрет алу, күніне 5 рет намаз оқу, Рамазан айында 30 күн ораза ұстау, қажылыққа Меккеге бару, жарлыға зекет беру, фитр садақа беру деген сөз. 1000 жылдан астам уақыт ата-бабаларымыз ұстанып келген ислам дінін құрметтеуіміз керек. Отан иманнан басталады демекші, өз отанымызды сүйген адал, иманды азамат болайық. Ана сүтімен бойымызға дарыған ана тілімізді, ата дінімізді, игі салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымызды, атадан балаға мирас болып келе жатқан мол мұра асыл қазыналарымызды ардақтау баршамыздың міндетіміз. Ата-бабаларымыз ұлын мұсылмандық жолымен сүндеттеп, оларға тәлім тәрбие беріп, қыздарына 40 күн үйден тыйым дегендей шариғат жолынан ауытқымаған. Ислам дініне енді бет бұрып келе жатқан жастарымыз басқа діннің ықпалына кетіп қалмауын қадағалауымыз керек. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, бақытымыз баянды болу үшін ел тірегі болар жастарымызды имандылыққа баулып, оларды тек парасаттылыққа тәрбиелейік. Кейінгі ұрпақ намысты, жігерлі болып өссін. Бұл орайда жетістіктеріміз де жеткілікті. Бізге тәуелсіздік оңай келген жоқ. Осы егемендігіміз тұғырлы болу үшін алда атқарылар жұмыстарды ауқымды. Жалпы тәуелсіздік Алла тағаланың қазақ халқына берген несібесі. Ата-бабаларымыздың табыстаған аманаты деп түсінгеніміз абзал. Қолда барда алтынның қадірі жоқ демекші, бүгінгі күні басымызға қонған бақыттың бағасын бағамдай білуіміз қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.